Саламатсыздар ма? Бүгінгі видеода біз осындай жеңіл, үлпілде, қолжетімді заттардан жасалатын салат дайындаймыз. Алдымен 2 пиязымызды турап, үстінен 1 шай қасық құм шекер, жарты шай қасық уксус эссенциясын салып, мұздай су құйып шетке алып қоямыз. Копченый тауықтың төсін істеттім, 250 грамм. Қаласаңыздар жай ғана тауықты қайнатып, соны етін істетсеңіздер болады. Салат жиятын ыдысымыздың үстіне 2 картопты үкіштен өткізіп, вилка көмегімен жайып шығамыз. Картопты қайнатып жатқан кезде тұз самаған болсаңыздар, міндетті түрде үстінен аздаған тұз себіңіздер. Арнайы қапшықтың ішіне майонез салып жақсаңыздар болады. Мен кәдімгі салафанов пакет ішіне майонезді салып, осылай үстінен жағып шықтым. Үстінен маринадталған пиязымызды саламыз. Үстіне осындай тауықтың төсін салып шығамыз. Тауықтың төсін салып болған соң тағы да майонезді жағамыз. Майонезді жағып алған соң үстінен жұмыртқаны сары уызына үкіштен өткіземіз. Және осындай салафан пакет ішіне менде аздаған майонез бар еді, соны жағып, және үстінен қалған жұмыртқаны ақ уызына үкіштен өткізіп, салатымыздың оформлениесін жасаймыз. Осымен біздің салатымыз дайын, қолжетімді заттардан жасалады салатымыз. Үлпілдек, дәмі өте керемет және көрінісі де өте әдемі салат. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Диана. Ас болсын, сау болыңыздар.